Кеш баршаларыңызға бүгін бізде осындай күшті жерде кездесу болды. Дап-тақсы. Тамақтанып, Датың болса айт. Датым бар. Мен бір сұлу қызды ұнатып қалдым. Қандай сұлу қыз? Әсем. Ол ханның қызы ғой. Маған бәрібір. Ол үшін даканса барам. Басымды алсаң ал, бірақ әсем маған керек. Қалай, күшті ма? Күшті. Сізге киноға түсу керек қой жан. Деп шығып Қуқажеден өсті. Сол күшті видео фото түсіріп ал. Солай. Всем пока. Бүгінгі ауызашар өте керемет жерде болды. Қазақи, артымызда қасқыр, бұғы, піл, түйе деп аю бәрі бар. Және де осындай қазақи киімдер бар. Келіп суретке түсіп, видеоға түссеңіздер болады. Өздеріңіздің қазақи құндылықтарымызды ұмытпайық, ағайын бауырлар. Ораза қабыл болсын. Мен жаным қасымда. Алматыға келсем, бірден бауырдаққа келгім келеді. Мен басқа жерден май жемейтін тұғым, мен сүйіктішілігі майды жеймін қазір. Келіншек точно білесіздер. Бірінші баста өтеміз ғой оны. Галяның жаны кіріп атыр. Дұрыстап істе қайдар бұлақта. Ялу. Сплеск. Қанатым тұтқаған соң. Сәндену. Бізде Аянамен кездесу болып жатыр. Фото-видео барлығы бар. Тамақ ішіп шықтық. Өте керемет жерде болып жатыр. Маған бір сыйлады, мен оған сыйладым. Ол маған сыйлады. Шотты бөліп төледік. Әйтеуір мәзбіз кездесуімізге. Енді қалаға шығып, әсеммен кездесіп, тамақтанып болады енді. Еркекше. Да? Кеттік қалаға. Машина жуғаным осы ғой қазір. Қазір мені жудым, жарты сағат болған жоқ әлі. Жаңбыр құйып жатыр. Қайтейін ағайындар, қайтейін, бұны не істейміз деп ше. Алла нұр ғой, дұға тілейік ағайындар. Өзіміз сұрақ қойып, өзіміз жауап береміз. Бүкіл нәрсе негізі кейде сабыр кетіп қалған кезде ақылсыздықтан көп нәрсе істеп қоямыз негізі. Сондықтан да жасың келе сабырлықты үйренер кезім. Сол айтайын дегенім. Бүгін, бір күннің ішінде 25 мың шаг жасап тастағансың ғой, Сол ауыз бекітейін деп келдік Макдональдсқа. Ауыз бекітеміз.